Mikrofon var mı? Бауыр, мен сөйлеп атырмын. Ана жаңа жақсы айтылып жатыр. Мына жерде Нұрлан мырза, Арман Хайруллин осы жергілікті мәслихат депутаттары шырылдап қаншама мәселе көтеріледі, бірақ оны алпауыттар көзге ілмейді. Әңгіменің турасы керек пе? Халық арасынан шыққан адам болғаннан кейін осы қаламгер Арман Жайық есімі, журналист. Айтылатын әңгіме бәрі Астанадан шешіледі деген сияқты сыпсың сөздер, ол ақиқатқа айналып келе жатқанын бәріміз де білеміз. Енді сіздерді қайта-қайта ұстай алмаймыз, біз едеке қайта-қайта келе беретін уақыттарыңыз да жоқ. Сондықтан мына жердегі нәрсе, біздегі алпауыт компаниялар өкілдері экологиялық тыңдаулар өткізгенде неге жергілікті билікті менсінбейді? Мына депутаттардың айтқан сөздерін құлаққа қыстырмайды. Қарсы уәж айтады. Алдында қоғам белсенділерімен бірлесіп, және осы мәслихат депутаттарымен бірге осы қоғамдық тыңдауда отырғанда, тіпті сендер ана кеменің артындағы үрмелі шар кемесінің артындағы өліп жатқан балықты өздерің өлтіріп, әдейі видеоға түсіру үшін сондай бір сценарий жасаған шығарсыңдар деген сияқты айыптаулар тақты. Оны үш жерде сол қоғамдық тыңдауға қатысқан адамдардың бәрі мақұлдайды және дәлелді түрде бұл. Оны видеосы да бар, менде қажет болса. Содан кейін мына қайда кетті жаңа кісілер? Шоғайда өкілдері. Енді сіздердің барлықтарыңыз білеміз, енді жаңа бізден кінә іздеп, немесе мына өз халықтың өзінен депутаттардан іздеп мына айтатынымызды айттық. Мына халық риза болмаса да, бұл заңсыз, сіздердің тоқтатуларыңыз дұрыс емес деген сияқты қарсы айыптаулар тағып, қалай болғанда да экологиялық тыңдауды мақұлдатып жіберуді сіздер дұрыс көресіздер. Әңгіме жоқ, зарплата алып отқан жерлерін дұрыс түсінеміз. Бірақ біз Атырауда тұрамыз, сіздер Атырауда тұрмайсыздар. Басшылардың айтамын да, ана миллиардтап ақша алып отқан. Сондықтан да осы Атыраудың тұрғындарының жанайқайы бірінші орында болу керек. Осыларды енді біздерменен заңның тетіктерін өзгертесіздер ме білмеймін. Бізбен осы жергілікті халықпен және жергілікті билік өкілдерімен санасатын болу керек бұлар. Бұлар риза болмаса, сіздер арқылы шешілмеу керек ешқандай да ештеңе.